Сәлем баршаңызға. Бүгін декабрист гүлімді қалай гүлдеттім, қалай тамырлаттым. Сонымен қатар декабрист гүлінің күтімінде үш нәрсені жасағанды ұнатпайды. Сол жайлы толық ақпарат беріп өтетін боламын. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, декабрист гүліне қалай күтім жасалып жатқанын жайлы толық ақпаратты біле аласыздар. Ал негізі декабрист гүлі гүлдеу үшін горшокта тар етіп таңдауымыз керекпіз. Тек қана декабрист гүлі емес, барлық гүлдер гүлдеу үшін тар горшок керек. Екінші, құнарлы топырақ керек. Яғни топырағыңыз құнарсыз болса, 10 жерден үстінен қанша витамин құйып жарық жерге қойсаңыз да гүлдемеуі мүмкін. Сондықтан тар горшок пен құнарлы топырақ таңдап алып, одан кейін үстіне барып тыңайтқыш құйсаңыз болады. Онда міндетті түрде тамырлайды. Ал енді декабрист гүлі менің тәжірибемде ұнатпайтын үш нәрсені айтып өтейін. Ең бірінші, декабрист гүлі ыстық жерді ұнатпайды екен. Яғни менде салқын терезенің алдында тұрады. Одан кейін тыңайтқышты жақсы көреді. Тыңайтқыш құймағанда ұнатпайды екен. Себебі тыңайтқыш берген кезде уже бутондап бастап жүр. Ең бірінші мен қолда бар бананның қабығы мен лимонның қабығын демдеп қоямын бір күн бұрын. Одан кейін оны сүзіп алып, ыдысқа жарты етіп құйып аламын да, жарты литр қып. Оның үстінен жарты литр таза су құямын. Сөйтіп сұйық етіп, 1 литр етіп жасап аламын да, барлық гүлдердің түбіне суғарып шығамын. Одан кейін декабрист гүлі ұнатпайтын нәрсе ол суды көп құйғанды ұнатпайды. Яғни топырағы толық 100% бар құрғаған кезде ғана құясыздар. Одан кейін жеңіл топырақты ұнатпайды екен. Яғни жаңағы универсальный құр топыраққа ексем, гүлім тез шөлдеп қала берді. Сондықтан мен универсальный топыраққа кішкене биогумус немесе аула топырағын араластырып егіп жүрдім. Ол жайлы астында видеода да көрсетіп өткенмін, яғни декабрист гүлін пересадка жасаған кезде. Яғни биогумустың өте әсері зор осы малачай гүлімен, одан кейін жаңағы декабрист гүліне көбіне биогумус араластырып егем. Яғни биогумус деген топырақ болады, соны араластырып топыраққа ексеңіздер, осындай малачай гүлімен жаңа декабрист гүлі ауырлау топырақты жақсы көреді, соған жақсы екен. Енді өзімнің тәжірибемде осы екі гүлге міндетті түрде араластырып егіп жүрмін. Содан кейін декабрист күн түсетін терезені жақсы көреді, бірақ қатты тікелей жаздың күні тіке күннің көзінен алып тастаймыз, ал қыстың күні бір мезгіл күн түсетін терезеге қойсаңыздар болады. Ал мына жерде менде декабрист гүлім былай бутондап тұрғаннан кейін, гүлдейін деп тұрғаннан кейін төмен қарай жаңағы салбырап қалыпты. Соны енді сушидің таяғымен тіреп қойып жатырмын. Негізі бұл декабрист гүлім қатты шөлдеп қапты. Қатты шөлдеп қалған соншалықты жапырақтарының сөлін сорып, жапырақтары мыж-мыж болып қалыпты. Ештеңе етпейді, суғарғанда орнына келеді, бірақ бұндай қатты шөлдетіп алмау керек. Себебі мен үйде болмай қалдым да, енді қатты шөлдеп қалыпты, оның жапырақтарының мыж-мыж болып тұрғаннан байқадым. Енді сонда да жаңа салқын жерде тамырлайын деп тұр. Гүлдейін деп тұр, қараңыздар, барлық жерінде бутон бар. Ал көбейтілу жолына келетін болса, мынандай осындай бір жапырақ, екі жапырақ қалдырып, бір сабағын кесіп аласыздар да, перлитте немесе суда да тамырлай береді. Жалпы мен перлитке салып қойған болатын, 2-3 аптада тамырлап тұр. Даже жаңағы тамырлатқан атроскаларында да бутон шығарып тұр. Қараңыздар, гүлдейін деп тұр. Міне осылай перлитімен тамырлатып алып, перлитімен бірге горшокқа еге берсеңіздер болады. Осылай горшоктарға перлитімен бірге егіп, одан кейін ары қарай жаңа жапырақ шығарып өсіп кететін болады. Ең бастысы жарық салқын терезеге қойсаңыздар, тар горшокқа егіп жақсы гүлдейтін болады. Ал мына жерде ерезине деген гүл, бұның күтіміне келетін болсақ,
жарық жылы жерде жақсы өседі, суды жақсы көретін гүлдердің қатарынан. Одан кейін үстінен осылай кесіп, тамырлатып, жаңартып тұрмасаңыздар, жоғары қарай өсіп кететін әдеті бар. Ал мына жерде біраз тамырлатуға қойған гүлдерім суда тамырлап кетіпті. Қазір ашып толық көрсететін боламын. Ал мына жерде жаңағы бананның қабығы мен лимонның қабығын қалай дайындаймын? Яғни лимонның бір бөлшегін кесіп аламын, одан кейін бір бананның қабығын суға салып, үстінен жай қайнамаған жылы суды құйып қоямын. Құйып қойғаннан кейін бір күн көлемінде тұрады салғын жерде, болмаса бір 3-4 сағат өткеннен кейін уже суда сары түс пайда болған кезде қолдана берсеңіздер болады. Одан кейін осы декабрист гүліне мен жаңағы витамин пайдаланамын. Ол үшін 1 литрлік банкаға осылай бөлме температурасында тұрған жылы суды құйып аламын да, өзім ас бөлмесінде қолданып жүрген жаңағы жұмыртқаны қуырған кезде қабығын алып қаламын да, осылай 1 литрлік банкаға жылы суға осылай 3 данасын, 2 данасын қабығын салып қоямын. Одан кейін 1-2 сағат тұрады, 1-2 сағат немесе 3 сағаттай көлемінде тұрған кезде одан кейін сумен араластырып, уже гүлдерге пайдалана беремін. Себебі бір күн тұрса, уже жұмыртқаның қабығының иісі шығып кетеді. Сондықтан міне көздеріңізше жұмыртқаның қабығын суын декабрист гүліме құйып жатырмын. Енді негізі мен көбіне парақшамда өзімнің тәжірибемді гүлдеріме құйып көрсетіп жүрмін. Ары қарай өздеріңіз білесіздер, жасайсыздар ма, жасамайсыздар ма. Ал мына жерде менде егерде жұмыртқаның қабығын, бананның қабығын құйғанды ұнатпаймын дейтін кісілер болса, здравен дегенді гүл дүкенінен алып, гүлдегенге, гүлдерін ұзақ уақыт ұстағанға және гүлдердің жақсы өсуіне, дамуына, бутондатуына, яғни гүлдің бутон шығаруына арналған жақсы тыңайтқыштардың бірі. Осыны алып қолдансаңыздар болады. Ол үшін 1 литрлік банкаға тұндырылған бөлме температурасында тұрған жылы суымызды құйып аламыз. Одан кейін осылай 1 литрға 1 грамм етіп пайдаланамыз. Яғни сыртында инструкциясы жазылған чай қасықтың осындай 1 граммын салып араластырамыз жақсылап. Жақсылап біркелкі етіп араласу керек. Судың бойы қаралау, қоңырлау түс болады, ештен кетпейді. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, уже суларыңыз қатты салқындау болса, үстінен ыстық су кішкене құйып жіберіп, жылы күйінде гүлдерге пайдалансаңыз болады. Енді кейбір кісілер жаңағы тыңайтқышты қолдан жасағанды ұнатпайды, жұмыртқаның қабығын, бананның әр нәрсені бір құя бергім келмейді деп дайын сатып алады. Сондай күйде сатып алам десеңіздер, осы здравенді өзім гүлдеріме құйып тәжірибеден өткізіп көрдім. Яғни гүлдердің жаңа жапырағы ашып, жақсы өскенін байқадым. Және жапырақтары қатайып, ертесінде уже сәл әсерін, өзгеріс байқадым. Одан кейін жаңағы көп мен атроскамен айланысатын болғаннан көп гүлді тамырлатуға қоям. Сол тамырлатуға қойған атроскаларыма да құйғанда ертесіне атроскаларым жайнап, жапырақтары жап-жасыл болып жақсы шығып қалады. Одан кейін гүлдердің жапырақтарына шашып шығуға да болады. Яғни бұл здравен деген құрамында янтарин, жаңағы стимулятор, гүлдің өсуіне жақсы әсері бар қоспа бар болғандықтан құрамында. Сондықтан осындай жаңадан еккен атроскаларыма, гүлдеп тұрған гүлдеріме, басқа да гүлдеріме шашып шығып жүрмін. Жақсы әсерін байқадым. Ал енді парақшам сіздерге пайдалы болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуға лайықты жаңағы видео болса, лайк басып өтсеңіз қуанып қаламын. Ал сіздерде осылай декабрист гүлдеріңіз гүлдеп жатыр ма, гүлдеу үшін не істейсіздер, тәжірибелеріңізбен бөлісіп өтсеңіз, астында комментарияда көпшілікке пайдаңыз тиетін болады. Болмаса сізде де декабрист гүліңіз гүлдемей тұр ма?
негізі декабрист гүлін дайын сатып алғанға қарағанда өзіңіздің үйіңізден гүлдесе гүл ұзақ уақыт ұстап тұрады, сонысы жақсы.